Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте тойымды сытный салат жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар: қияр, жұмыртқа, пекин капустасы немесе салат жапырағы, консервированная кукуруза, сыр керек болады. Менде пекинский капустамыздың жұмсақ жерлерін турап аламыз. 4 бұрыштап өзіңіз қалауыңызша турасаңыз да болады, үлкендеу қылып. Мен видеодай қылып турадым. Немесе салат жапырақтарын алсаңыздар, салат жапырақтарын қолмен бөліп салсаңыздар да болады. Пекин капустасының қатты жерін холодильникте сақтап, келесі лағман жасағанда лағманның подливасына қоссаңыздар да болады. Келесі менде огурцы, екі жақ шетін алып, осылай соломка қылып турадым. Майда қылып турасаңыздар да, үлкен қылып турасаңыздар да болады. Жұмыртқамызды ортасынан бөліп, әр жарты бөлігін 4-ке бөліп шықтым. Барлық жұмыртқаны осылай турап аламын. Және де оның үстіне кукурузамызды салып, үстінен сырымызды теркалаймыз. Майда теркадан өткізсеңіздер өте жақсы болып шығады. Және осының барлығын араластыруға бізге майонез қажет, немесе сметана қоссаңыздар болады. Аздап тұз қосамыз. Сырды ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады, тек үстін әсемдеуге қолдансаңыздар болады. Барлығын турап алдым, сырымды теркалап алдым. Енді үстіне мен майонез салдым. Енді барлығын бір келкі болғанша араластырып шығамын. Мінекей менің салатым дайын болды. Салатымды салып алдым. Жасап көріңіздер, өте дәмді және сытный салат, тойымды салат болып шығады. Менің келесі видеоларымды көру үшін каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Лайк басып, комментария жазыңыз.